Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі дәрісте электр энергиясын беру үшін өте маңызды байланысқан индукторлардың ерекше жағдайын қарастыратын боламыз. Трансформаторлар әдетте айнымалы кернеумен токтарды күшейту және төмендету үшін қолданылады. Электр станциясы шамамен 10 киловольт кернеу шығарады. Трансформаторлар бұл кернеуді алыс қашықтыққа беру үшін 200 вольтқа дейін жеткізеді. Қабылдау қондырғысында трансформаторлар кернеуді 200 киловольттан 110 немесе 220 вольтқа дейін төмендету үшін қайтадан қолданылады. Мына жерде бізде электр желісінің оңайтылған моделі көрсетілген, мұнда генерациялық станция көрсетілген. Бұл су электр станциясы болуы мүмкін, немесе гидроэлектростанция деп те атаймыз. Бізде осы электр станциясына қосылған дәл қасында гидроэлектрлік күшейту трансформаторлары бар. Кернеуді 300 киловольтқа дейін немесе одан да көп мәнге дейін артады. Мына жерде бізде генерациялық станция, мұнда электр беру желілері, яғни кернеудің мәндері немесе бұдан да жоғары болуы мүмкін. Және мұнда бізде трансформатор, сол арқылы тұтынушыға кернеудің мәні төмендетіліп беріледі, яғни бірінші тапсырыс беруші, бірінші реттік тапсырыс беруші және екінші реттік тапсырыс беруші, яғни тұтынушы деп айтамыз. Екінші деңгейлі тұтынушылар негізінен қабырғада алатын электр энергиясына қатысты бізде бүкіл әлемде екі негізгі электр жүйесі бар. Біріншісі 110 вольт, ол 100 бен 127 вольт аралығын қамтиды. Ал екіншісі 220 вольт, ол 220 мен 240 вольт аралығын қамтиды. Олардың екеуінде де жиіліктері бірдей 50 және 60 герцқа тең болады. Айнымалы кернеу және 220 вольт бүкіл әлемде деп айтса болады, тек қана Солтүстік Америка, Оңтүстік Американың кейбір жерлері және Сауд Арабия, Японияны санамаған кезде қалған жерлерде 220 вольт қолданылады. 110 вольт үшін жасалған құрылғылар 220 вольт үшін жұмыс істемеуі мүмкін, алайда қазіргі ноутбуктарда арналған арнайы адаптерлер болады. Олар кернеуді 120 вольттан 12 және 19 вольт тұрақты токқа дейін азайтуы мүмкін. Бірақ бұл сіздің электрлік құрылғыңызда болмауы мүмкін, сондықтан электр құрылғыңызды бір аймақтан екінші аймаққа жеткізген кезде абай болу керек. Тағы бір мұқият болу керек мәселе ол розетканың түрлері. Еуропада, Ресей, Қазақстанда, Түркия және Иранда және де тағы да бірнеше мемлекеттерде еуропалық типті розетка түрі қолданылады, яғни CEF типі. Ал Үндістанда D типті розетка қолданылады және Солтүстік Америкада A және B типті розеткалар қолданылады. Сондықтан адаптерді қолданып қабырға розетканы қосу керек болады. Идеал трансформатор бұл бірлікке тең байланысу коэффициенті бар трансформатор моделі. Қорек көзіне қосылған катушка бірінші реттік катушка деп аталады, ал жүктемеге қосылған катушка екінші реттік катушка деп аталады. N1 және N2 сәйкесінше бастапқы және екінші катушкалардың орамдары болып келеді. Трансформатордың әрекетін басқаратын уақыт доменіндегі теңдеулер V2 тең болады N2 бөлінген N1 көбейтілген V1-ті. Ал I2 тымыз тең болады минус N1 бөлінген N2 көбейтілген I1-тіға. Мұндағы N2 бөлінген N1 тең болады N-ге, яғни трансформатордың айналу коэффициенті деп аталады. Трансформаторларды қолдану тек тұрақты емес қосымшалармен шектелетінін ескереміз, өйткені катушкалар тұрақты токтың қысқа тұйықталу ретінде жұмыс істейді. Кешенді амплитудалардың көмегімен жиіліктік доменде идеал трансформатордың математикалық теңдеулері былай жасаламыз, яғни V2 тең N2 бөлінген N1 көбейтілген V1, I2 тең болады минус N1 бөлінген N2 көбейтілген I1. Тік жолақтар трансформатордың темір ядросын білдіреді, яғни мына жердегі тік жолақтарды айтамыз. Сонымен қатар біз байланысу коэффициентінің бірлік екеніне көз жеткізу үшін идеал деп жазамыз.
Идеал трансформатор қорек көзі мен жүктеме арасында орналасады және әдетте кернеу деңгейін V1-ден V2-ге дейін жоғарылатады. Ол бұрылыстар коэффициентімен реттеледі. Тізбекті жиіліктік доменде мына жердегідей көрсете аламыз. Идеал трансформатордың кірісі V1, яғни бірінші катушканың кернеу көзі. Кернеу көзі мен тізбектің кіріс импедансының байланысы мына теңдеумен көрсетіледі, яғни Z1 тең болады V1 бөлінген I1. Z1 бірінші реттік трансформатордың импедансы немесе қорек көзінің импедансы деп аталады. Шығынсыз құрылғы болып табылатын идеал трансформаторлар мына теңдеумен сипатталады. Яғни V1 тең V2 бөлінген N, I1 тең болады минус N көбейтілген I2. Біз екінші катушка үшін келесі теңдеуді жасай аламыз, яғни V2 тең минус I2 көбейтілген Z2. Z2 бұл жерде теріс таңбалы, себебі I2 пассивті конвенцияны ұстанбайды. Ол Z2 импеданстың теріс терминалына өтеді. Әзірге біз идеал трансформаторға қажетті 4 теңдеуді жаздық. Трансформатордың бастапқы катушкасы мен екінші катушкасының кернеуі арасындағы байланыс, яғни V1 және кіріс импедансы, бірінші және екінші катушканың тоқтарын байланыстыратын теңдеу, және осы төртінші теңдеу арқылы екінші катушканың импедансын табамыз, яғни Z2 тең минус V2 бөлінген I2. Және осы теңдеуді қолданып, біз мына теңдеуді аламыз, яғни Z1 тең болады 1 бөлінген N квадрат көбейтілген Z2. Қорек көзі Z1 импедансын бастан кешіреді, бұл трансформатордың бастапқы катушкасына шағылысқан Z2 импедансы болып табылады. Егер біз тізбекті бір импедансы бар және трансформаторы жоқ түрге түрлендіретін болсақ, біз онда мына тізбекті аламыз. Және бұл жерде кернеу көзі эквивалент импеданспен жалғанып тұр. Яғни ол тең болады N1 бөлінген N2 квадрат көбейтілген Z омегаға. Трансформатор тізбегіндегі максималды қуат беру. RL тең болады 8 Ом және RC 48 Ом болған кезде жүктемеге максималды қуат беру үшін қажет бұрылыс коэффициентін табуымыз қажет болады. Бізде RL бастапқы катушкаға импеданс ретінде көрінетін болады. Сәйкесінше эквивалент тізбегімізді саламыз. Плюс-минус V1. Мына жерде RS-іміз бар. Және мұнда RL бөлінген N квадрат. RS тең болады RL бөлінген N квадрат. Мәндерін орнына қоямыз, яғни 48 тең 8 бөлінген N. Бұл жерден N-ді табатын болсақ, ол бізде тең болады 1 бөлінген түбір асты 6-ға. Сондықтан бізде осы бұрылу коэффициенті болу керек, яғни N2 бөлінген N1. N2 ол екінші катушканың орам саны, ал N1 бірінші катушканың орам саны. Яғни бізде коэффициентіміз 1 бөлінген түбір асты 6 мәнге ие болған кезде, бізде жүктеме резисторына максималды қуат беру мүмкіндігі туады деп айтамыз. Бұл жаттығуда бізге V0-ті шығыс кернеуін анықтауымыз қажет. Бізде VS кірісіміз синусоидалы болып тұр. Оны жиіліктік доменге ауыстырып жазамыз, яғни VS тең болады 75,5 көбейтілген 26 градус бұрыш. Мұнда I бар, мұнда 8 Омымыз қалады, және мұнда 9 Генри бізде 36 G болады. Себебі G омега L-ға тең бұл жерде. L-іміз омегамыз 4-ке тең. Сондықтан 9-ға 4-ті көбейтеміз, 36 шығады. Және мына жерде бізде V0
кешенді амплитудамыз бар. Енді екінші қадамда біз біріккен импедансты табамыз. Яғни Z2 тең болады 30 қосылған J36. Енді біз мына импедансты мұнда көрсетіп тізбекті қайта саламыз. Яғни Z эквивалентті табатын болсақ, ол бізде тең болады 3 бөлінген 2 квадрат көбейтілген Z2. Есептейміз 9 бөлінген 4 көбейтілген 30 қосылған J36. Яғни Z эквивалентіміз бізде тең болады 67,5 қосылған J81-ге. Онда бізде бірінші катушка тоғы анықталған, ал екінші катушка тоғымыз анықталмаған, оны мына жерге I2 деп жазамыз. Сонымен эквивалент тізбегімізді саламыз. Плюс-минус мұнда 75,5 көбейтілген 26 градус бұрыш. 8 ом резисторымыз бар. Мұнда импедансымыз бар. 67,5 қосылған J81-ге тең. Мына жерде бізде I тоғымыз бар. I тоғымызды анықтай аламыз, ол бізде тең болады 75,5 26 градус бөлінген 67,5 қосылған J81. Яғни ол тең болады 75,5 26 градус бөлінген 101,7 47 градус. Яғни тең болады 0,168 көбейтілген минус 21 градус амперге. Бірінші катушка тоғын білдік. Енді идеал трансформатордың жалпы теңдеуін қолданып, екінші катушканың тоғын анықтаймыз. Жазамыз I2 тең болады минус N көбейтілген I. Яғни минус 3 бөлінген 2 көбейтілген 0,168 минус 21 градус бұрыш. Есептейміз, I2 тең болады минус 1,2 көбейтілген минус 21 градус бұрышқа. Енді V0-ды есептейтін болсақ, минус 36G көбейтілген I2, яғни минус 36G көбейтілген минус 1,2 көбейтілген минус 21 градус бұрышқа. V0 бізде тең болады 36,82 көбейтілген 69 градус бұрышқа. Енді бұны біз уақыт доменіне түрлендіретін болсақ, V0-ды тең болады 36,8 көбейтілген косинус 4-ті қосылған 69 градус болады. Бұл біздің есебіміздің жауабы болады. Осы дәрістің басында біз трансформаторларды негізінен электр қуатын беру үшін қолданатынымызды, электр станциясында қуат өндіретінімізді және кернеуді жоғары деңгейге жеткізу үшін күшейтетін трансформаторларды қолданатынымызды айтқан болатынбыз. Электр жеткізу желілерінен алыс қашықтықта өтетін токтың мөлшері және тұтынушылар оны әртүрлі мақсатта қолдана алатындай етіп, төменірек кернеуге дейін төмендету үшін төмендеткіш трансформаторларды қолданамыз. Трансформаторлардың екінші қолдану аймағы бұл гальваникалық оқшаулау. Гальваникалық оқшаулау бұл тікелей өткізгіштік жолға рұқсат етілмеген кезде электр жүйелерінің бөліктерін оқшаулау әдісі болып табылады. Бөлімдер арасында энергия немесе ақпарат алмасуды индукциялық немесе оптикалық тәсілмен жүзеге асыруға болады. Желдің әртүрлі потенциалы бар екі электр тізбегін қосу қажет болған кезде біз гальваникалық оқшаулауды қолданамыз.
Осылайша жердегі өткізгішті бөлісетін екі бөлік арасындағы қалаусыз ток ағынын болдырмауға болады. Гальваникалық оқшаулау қауіпсіздік үшін қолданылады. Кездейсоқ ток адамның денесі арқылы жерге жетуіне жол бермейді. Сондықтан егер біз қуатпен айналысқымыз келсе, онда трансформаторларды қолданамыз. Егер сандық тізбектермен немесе басқаша айтқанда сигналды өңдеумен айналысатын болсақ, онда біз оптикалық, әдетте оптомуфталар деп айтылатын оқшаулануды қолданатын боламыз. Өйткені оптикалық жұптар өте аз мөлшерде ғана ақпарат тасымалдай алады, бірақ олар үлкен қуатты бере алмайды. Осымен 30-шы дәрісіміз аяқталды.